Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін біздің каналда математика 3 сынып 128 сабақ. Сіздермен бірге Майра апай бүгінгі сабақтың барлық есептерін, тапсырмаларын түсінікті етіп бірге орындайтын боламыз. Сендер мені лайк басып тіркеліп қолдап кетсеңдер болғаны. Олай болса тапсырмаға көшейік. 128 сабақ қорытындылау. Бірінші жаттығу. Есепте болашақта кім қандай мамандық иесі болуды армандайтынын айт. Балалардың атын ата. Бірінші, Асқар 9 көбейтілген 8 қосылған 250, нәтиже 322. Асқар отан қорғаушы болуды армандайды екен. Рахымжан 600 азайтылған жақшан ішінде 54 қосылған 26 тең 520. Рахымжан өрт сөндіруші болғанды армандайды екен. Санжар 350 азайтылған 170 көбейтілген 1 180. Санжар полиция болғанды армандайды екен. Айғаным жақшан ішінде 150 азайтылған 140 көбейтілген 2 қосылған 65, нәтиже 85. Айғаным стюардесса болғанды армандайды екен. Дариға 180 азайтылған 5 көбейтілген 8 тең 340. Дариға мұғалім болғанды армандайды екен. Маржан жақшан ішінде 250 азайтылған 205 бөлінген 5 тең 9. Маржан дәрігер болғанды армандайды екен. Балалардың аты мен олардың армандайтын мамандықтарын дәптерлеріңе жазып алыңдар. Жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма. Есептерді шығар. А есебі. Әрбір көйлекке қадау үшін 9 түйме қажет. Егер 63 түйме жұмсалған болса, онда қанша көйлек тігілген? Берілгені, қадалды бір көйлекке 9 түйме, жұмсалса 63 түйме, қанша көйлек тігілген? Шешуі 63 бөлінген 9 тең 7. Жауабы 7 көйлек тігілген. Қоршаудың 4 бөлігін құрастыру үшін 32 тақтай қажет. Осындай 10 бөлікке қанша тақтай қажет? Берілгені, құрастыру үшін 4 бөлікке 32 тақтай, құрастыру үшін 10 бөлікке қанша тақтай? Шешуі 32 бөлінген 4, көбейтілген 10 тең 80. Яғни балалар, біз бір бөлікке қанша тақтай екен анықтау үшін 32-ні 4-ке бөлдік. Яғни бір бөлікке 8 тақтай қажет екен. Яғни құрастыру үшін 10 бөлікке қанша тақтай табу үшін 8-ді 10-ға көбейтіп 80 екен таптық. Жауабы 10 бөлікке 8 тақтай қажет екен. Б есебі. Бұрандалы 5 шеге 40 теңге тұрады. Егер 80 теңге жұмсалған болса, онда қанша шеге сатып алынған? Берілгені, алынды 40 теңгеге 5 шеге. Егер 80 теңге жұмсалса, қанша шеге алынған? Шешуі 80 бөлінген жақшан ішіндегі 40 бөлінген 5 тең 10. Жауабы 10 шеге алынған. В есебі. Шеге салынған жәшіктің салмағы 14 кг. Осындай 5 жәшік қанша тартады? Берілгені. Бір жәшіктің салмағы 14 кг. Осындай жәшіктен 5 жәшіктің салмағы қанша килограмм? Шешуі 14 көбейтілген 5 тең 70. Жауабы 70 кг. Балалар, қызыл түстегі есептің берілгенін, жауабын, шешуін дәптерлеріне қатесіз жазып алыңдар. Жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға көшейік. Үшінші есеп. Есептерді шығар. А есебі. Құрылыс бригадасында 4 әйел бар. Бұл барлық құрылысшылардың 3/1 бөлігі. Бригадада барлығы қанша адам бар? Бірінші балалар, берілген жазып алайық. Бригадада 4 әйел бар. Бұл құрылысшылардың 3/1 бөлігі. Балалар, 3/1 бөлігі деген түсінікті түсінбесеңдер, мен сендерге түсіндіріп кетсейін. Бұл мына сызба арқылы түсіндірейін. 3 бөлікті сызып қойдым. Яғни осы 1, 2, 3 бөліктің 1 бөлігін әйелдер қамтиды екен. Мынау жұмысшылардың барлығы болатын болса, сол жұмысшылардың 3/1 бөлігі әйелдер, яғни 4 әйел екен. Сонда басқа екінші бөлігінде де 4 адам жұмыс жасайды, үшінші бөлігінде де 4 адам жұмсайды. Сонда жалпы бізде қанша жұмыс жасайтын құрылысшылар бар екен балалар? Біз қазір есеп барысында түсіндіріп кетемін.
Бригадада 4 әйел бар. Бұл құрушылардың 3-тен 1 бөлігі. Бригадада қанша адам бар екен табуымыз керек. Шешуі 4 көбейтілген 3. Яғни мына 4-ті 3 рет көбейтіп шығамыз. Тең 12. Жауабы бригадада 12 адам бар. Дәптерлеріңе қатесіз жазып алыңдар. Қажет десеңдер өздеріңе жазып қойыңдар. Қажет емес болса, бұл есепке қосып жазудың қажеті жоқ. Дәрігер 20 емделушіні қабылдады. Олардың 5-тен 1 бөлігі балалар. Дәрігер қанша бала қабылдады? Қабылдады 20 емделуші, жалпы емделушінің саны. Олардың ішінде 5-тен 1 бөлігі балалар. Бағана біз балалар жоғарыда түсіндіріп кеттік, яғни бұл жерде 5-тен 1 бөлігі екен. Сонда біз 20 емделушінің ішіндегі 5-тен 1 бөлігі балалар, бірақ қанша бала екенін білмейміз, сондықтан қабылдады қанша бала деп сұрақ қоямыз. Шешуі, яғни 20-ны 5-ке бөлеміз. 4. Жауабы 4 бала қабылданды. Келесі есепке көшейік. Балалар, біз 4-ші есепке де келіп жеттік. 4-ші жаттығуда есепте деген. Яғни біз нені есептейміз? Санның үлесі берілген. Біз есепте бұның санның қандай сан екенін тауып, оны бос ұяшыққа толтыруымыз қажет. Бірінші, санның жартысы 15-ке тең. Балалар, мен сендерге түсіндіру үшін жалпы санды ойша кесінді түрінде ойша елестетейік. Яғни санның жартысы дейді, міне дәл ортасы жартысы 15-ке тең. Яғни 15-ке тең. Яғни оның жартысы 15-ке тең болатын болса, екінші жартысы дәл 15-ке тең болады екен білеміз. Яғни сонда біз санды нешеге бөліп тұрмыз? Дәл 2-ге бөліп тұрмыз, 2 бөлікке бөліп тұрмыз. Сонда 15-ті 2-ге көбейту арқылы оның жалпы санның мәнін табамыз. Яғни бізге жасырынып тұрған сан ол 30-ға тең екенін жазып қойдық. Қайта тексеріп көретін болсақ, 30-дың жартысы 15-ке тең деп тексерсек дұрыс болып шығады. Келесі, санның 3-тен 1 бөлігі 9-ға тең. Дәл бағанағы сияқты сендерге түсінікті болу үшін санды кесінді түрге көз алдымызға елестетейік. Оның 3-тен 1 бөлігі дейді. Яғни кесіндіні 3-ке бөлеміз. Дәл бірдей етіп 3-ке бөлдік. Соның 1 бөлігі 9-ға тең дейді. Яғни ол деген сөз екінші бөлігі де, үшінші бөлігі де 9-ға тең деген сөз. Яғни біз 9-ды қаншаға көбейту арқылы санды таба аламыз? Яғни дұрыс, 3-ке көбейту арқылы санды таба аламыз. Яғни 9 көбейтілген 3 тең 27. Бізге белгісіз сан табылды, 27 екен. Тексеріп көрейік, 27-нің 3-тен 1 бөлігі 9-ға тең. Яғни дұрыс. Жарайсыңдар балалар, сендер түсінді деп ойлаймын. Енді ары қарай біз ешқандай кесіндінің көмегінсіз өзіміз шығарып кете береміз, балалар. Санның 4-тен 1 бөлігі 10-ға тең дейді. Балалар, 4-тен 1 бөлігі, яғни 4-ті қаншаға көбейтеміз? 10-ды 4-ке көбейту арқылы оның 40 екен табамыз. Санның 6-дан 1 бөлігі 2-ге тең дейді. Қаншаны қаншаға көбейту арқылы табамыз, балалар? Дұрыс айтасыңдар, 6 көбейтілген 2 тең 12 екен табамыз. Санның 8-ден 1 бөлігі 7-ге тең дейді. 8-ді 7-ге көбейту арқылы 56 екенін тауып бос ұяшыққа жазамыз. Санның 5-тен 1 бөлігі 10-ға тең дейді. Яғни 5-ді 10-ға көбейту арқылы 50 екенін тауып жазамыз. Жарайсыңдар балалар, дәптерлеріңе есептеулерді жазып, ұяшықтарды мәндермен толтырыңдар. Сендерге түсіндіру үшін ғана қолданған кесіндіні дәптерлеріңе жазбай-ақ қойыңдар балалар. Жақсы, келесі есепке өтейік. Балалар, бізге 5-ші есепте теңдеулер берілген. Теңдеулерді шеш. 4 теңдеуде бізге күрделі теңдеу берілген. Біз теңдеулерді не істеуіміз керек? Жай теңдеуге айналдырып алуымыз керек, балалар. Жарайды. X көбейтілген 8 тең 560 азайтылған 488. Яғни 560-тан 488-ді азайтамыз, 72 шығады. Яғни қайта жазғанда X көбейтілген 8 тең 72.
Бұл жерден x-ті тауып аламыз. X-ті табу үшін 72-ні 8-ге бөлеміз. X тең 9-ға болады. Яғни x табылды. Енді x-ті орнына қойып, қайта тексеріп көреміз. 9 көбейтілген 8, 72, 560 азайтылған 488, 72-ге. 72 азайтылған 72 тең 72, яғни дұрыс болды. Келесі күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдыру үшін x көбейтілген 9 тең 600 азайтылған 330. 600-ды 330-ды азайтамыз 600-ден 270 шығады. X көбейтілген 9 тең 270. Бұл теңдеуден x-ті табу үшін 270-ді 9-ға бөлеміз. Яғни 270-ді 9-ға бөлсек 30 шығады. X табылды. Қайта орнына қойып тексерсек 30 көбейтілген 9 тең 600 азайтылған 330, 270 тең 270-ге. Келесі теңдеу y көбейтілген 3 тең 500 азайтылған 230. Y көбейтілген 3 тең 270-ге, яғни 500-ді 230-ға азайтсақ 270 болады. Бұл жерде y-ді табу үшін 270-ді 3-ке бөлеміз. Y тең 90-ға. Y белгілі болды. 90-ды орнына қойып тексеріп көреміз. 90 көбейтілген 3 тең 500 азайтылған 230-ға. 270 тең 270-ге. Соңғы теңдеу x бөлінген 7 тең 990 бөлінген 9-ға. 990 бөлінген 9 110-ға. X бөлінген 7 тең 110. X-ті табамыз. X-ті табу үшін 110-ды көбейтеміз 7-ге. X тең 770-ге. Тексеріп көреміз. 770 бөлінген 7 тең 990 бөлінген 9. 110 тең 110-ға. Дұрыс болды. Балалар, сендерге түсінікті ма? Жарайды, онда келесі тапсырмаға өтейік. 6-шы жаттығуда есепте делінген. Балалар, бұл жерде екі амалдан тұр есептеулер. Мысалға, бірінші есепте жақшаншын орындаймыз. 325-ті 25-ке қоссақ 350 шығады. 400-ден 350-ді алатын болсақ 50 шығады. Келесі есепте бірінші жақшаншы орындалады. 89-ға 111-ді қосатын болсақ 200. 152-ні 200-ге қосатын болсақ 352 шығады. Келесі есепте бірінші жақшаншы орындалады. 652 азайтылған 526 тең болады 126. Оны көбейтеміз бірге, 126-ның өзі шығады. 903 азайтылған 254, 649. 649-ды 0-ге көбейтетін болсақ 0 шығады. Яғни келесі астындағы есепте бірінші көбейту амалы орындалады. 298 көбейтілген 2-ге 596. Яғни 1000-нан 596-ны аламыз, оған қосамыз 158-ді тең 562 шығады. Бұл соңғы есепте бірінші бөлу амалы орындалады, одан кейін жақшаны орындалады. Жақшадан шыққан мәнге 0-ге көбейтіледі, содан соң бастапқы бөліндінің мәніне қосылады. Яғни бірінші 756-ны 4-ке бөлсек 189 болады. Жақшаның ішіндегі 220-ны 30-ға азайтсақ 190 болады. Яғни 190-ды 0-ге көбейтсек 0 болады. Сонда 0-ге 189-ды қосатын болсақ 189-дың өзі шығады. Түсіндіңдер ме, балалар? Яғни есепті дәптерлеріңе қатесіз жазып алыңдар. Бізде соңғы 7-ші есеп. 7-ші есепте мынандай мәселе есеп берілген екен. Сен дүкенге келдің. Сенің 1000 теңгең бар. Кез келген 3 тауарды таңда, сатып алған тауарыңа қанша ақша төлейтініңді және саған қанша ақша қайтаратын есепте шешуін жаз дейді. Балалар, біз мына жерден 3 дүкенге келіп 1000 теңгемізді алып келдік деп елестетейік және 3 нәрсе таңдайық. Бірінші таңдайық кез келген
тауарды. Неге? Мысалға 250 теңгелік тауар таңдадық. Одан кейін 360 теңгелік тауар таңдадық. Одан кейін 330 теңгелік тауар таңдадық делік. Енді осының бәрін қосып, бізден қанша ақша кеткен есептейік. Яғни 250 қосылған 360 қосылған 330 теңге, жалпы 940 теңгеге сауда жасаған екенбіз балалар. Ал бізде бар жоғы 1000 теңге болатын болса, 1000 теңгеден 940 теңгені азайтатын болсақ, бізде 60 теңге ақша қайтарған екен балалар. Неке? Жауабы 940 теңге төленеді, 60 теңге қайтарады деген жауабы шықты. Түсінікті ме балалар? Жарайсыңдар. Бізде тағы да бір есеп бар екен балалар. 8-ші есеп. Дойбы жарысында Мақсат, Бекзат және Бақыт өз сыныбының намысын қорғады. Енді бұл логикалық есепке келеді балалар. Жақсылап ойланып табу үшін мен сендерге мынандай кесте түрінде дайындап қойдым. Яғни Мақсат, Бекзат, Бақыт. Яғни 3 сыныпта 3 бала оқиды, қайсының қайсы сыныпта оқиды екенін табуымыз қажет. Яғни 3 сыныпты жазып қойдым. Енді қазір бізде дұрыс белгісі мен X белгісі арқылы осыны анықтайтын боламыз, балалар. Жақсылап менімен бірге мұқият тыңдап отырыңдар. Мақсат, олардың біреуі 3А, екіншісі 3Ә, ал үшіншісі 3Б сыныптарында оқиды. Бірінші ойынды Мақсат пен 3А сыныбының оқушысы ойнады. Яғни бұл осы сөйлемнен біз нені анықтаймыз? Бірінші ойынды Мақсат пен 3А сыныбының оқушысы ойнады. Яғни Мақсат 3А сыныбының оқушысы емес екенін анықтаймыз, балалар, анықтадық, түсіндік. Яғни Мақсат 3А сыныбында оқымайды екен. Ал екінші ойынды Бекзат 3Б сыныбының оқушысымен ойнады. Қараңдар, Бекзат 3Б сыныбының оқушысымен ойнаса, ол 3Б-да Бекзат оқымайды екен. Оғанда X-ті қойып қояйық. Ал енді дәл осы Бекзат 3Б-мен ойнап жатқан кезде Мақсат ойнамай демалып отырады. Яғни бұл не деген сөз? Мақсат 3Б-ның сыныпта оқымайтыны анықталды. Сонда балалар, Мақсаттың 3Ә сыныбының оқушысы екенін біз тауып қойдық. Жарайсыңдар балалар. Сендер менімен жақсы бірге ойланып отыр деп ойлаймын. Ал енді келесіде қараңдар, енді бізде 3А сыныптың оқушысы Мақсат екен анықталды ғой. Ал енді 3Ә сыныбының оқушысы Бекзат емес екен. Көрдіңдер ғой, енді сонда Бекзат 3А сыныбының оқушысы екен анықталды. Керемет балалар, қызық болып жатыр, Ал енді Бақыт бізде 3А сыныбында оқушысы емес, 3Ә сыныбында оқушысы емес. Сонда ол 3Б сыныбының оқушысы екен. Керемет балалар, жарайсыңдар. Біз бірге жақсы ойланып, жақсы есептедік деп ойлаймыз. Жарайсыңдар балалар. Бізде бүгінгі сабақ аяқталды балалар. Өте қызықты тапсырмаларды бірге түсініп орындадық деп ойлаймын.